Ulanın қасында. Әйеліне көрсетіп, көрсетем саған қорқпа. Әйеліне. Ulanın әйеліне. Еще белима қыздармен жабысып. Честно говорите, да? Я не могу иначе. Ұстаз честныймде бәрін секреттерін бәрін айтып қоятын. Ulan çıkıyor, bakta kalktı bayakayım. Әйелсіз келгенде бұлайдан бодыра жүріп те бүйтіп Маған айтады, сен неге маған звондамайсың? Керіліп жүріп те керіліп бұлайдан. Қыздардың алдында. Туған күнімді өзгерттім достас. Енді екі туған күн еді ғой, бір едім ғой. Сен бір әкеңнің бе бірден деп айтmadың. Туған күнімді ауыстырып таза ішіп болдым ғой қазір. Сразу анализ қосылып кетті ғой. Жатырмын. Жарты жыл болды заңды түрде ауыстырып, документте бәрін ауыстырдым. Әйелі әдемі? Әйелі әдемі? Басқа адамдар не істейсің? Әйел бізде көріп қой. Менің айырылыққа соған пайдалы болмай қалады. Ойланып отыр ғой. Әйелі жақсы. Сұрақ қойыңызшы. Ұстаз бола ма? Ана матрица бар ба? Матрица бар ба? Сонда былай бар да. 1 мен 9 бар, 2 1 9 бар, 3 1 9 бар, сосын 4 1 9 бар. Точно так же 1 5 9 бар, 3 5 7 бар. Сонда ана не бар ғой? Қайсысы? 2 мен 4 бар. 2 мен 8 бар. Енді дальше неге кетпеген ағай? Неге? Дальше кетпеген. Жоқ, мысалы 5 пен 3 жоқ қой деген. Ой, қалай? Апа мен сұрағым қандай, сіз ұстаздан сұрайын. Анау 5-тен неге линиялар жоқ дейді. Мысалы 6 мен 9 бар дейді. Неге 5 пен 8 жоқ, 5 пен анау не жоқ, 2 жоқ. Қысқа линиялар бар ғой. Бәрі линиялар. Куб қой олар, мынадай ромбик қой, ромбик болу керек да. Ромбик. И там внутри она ромбик қой. Понимаешь, о чем ты говоришь сейчас? Мы шашының ішіне мы ромбик строим вот так, понял? Я тебя научу. Примерно түсіндірсіз. Сіз әйгерімсіз. Жақсы сұрақ. Адам түсінем десе, неге айтпасқа? Ол енді 5-8 неге жоқ дегені ғой? 5-8, 5-2 неге Неге алады? жоқ деген. Например, 2-5 болса, например, сендерде 2-5 болса, сол жерде 1-5-сіз. 2-5. Онда 2 болмаса да, ана 2-5 2-нің несін ойнайды? Түсіндіңдер ма? Ал енді сендерде адам басында 2-5-8 болса, ол қалай дейді? Семейный қарым-қатынас. Әл-ауқат. Әл-ауқат па? Отбасылыққа Отбасылыққа өте жақсы болды. 2-5-8 болса. Менің айымда бар болса. Отбасына? Семьянин еді. Да. Семейныйға жақсы. Алды бір артша 5 болса ше? Жоқ, анжақ қарасаңшы, қай жаққа алып білесіз. Да. Бұлайынан робиктісіз 4-тен 8-ге. Мына білім, 4 деген білім ғой. Білімді сен, білімді алдың да, бардың да сол біліммен бір жерге жұмыс істедің. Сол білімді алдың да, реализация болды деген сияқты ғой. іске ауыстырдың. Практикаға. 8 практика. Бұндар ма? Білімді алдың да, келдің оқыдың. Мына шегені қағатында оқыдың. Теориясын алдың да, келдің де, мына жерде шегені қақтың. Сол 4-те 8. Ал 6-да 8 болса, адам жақсы дем алады. Тез ұйықтап, тез күш жинайды. Аз ұйықтап, тез еш жинайды. 6 мен 8. 8 ол жұмыс. 6 деген дем алыс. Сенде 8-ің 6-ның қойында ұйықтайды.
Түсіндіңдер ме? Ал енді 6 мен 2 болса, 6 мен 2. Адамда рухани байлық болады. Өзін ылғида бай сезінеді. Кім бар 6-да? Мен осы тұрмын байқұс. Иә. Басқаларында жоқ па? Басқа дейміз. Вот менде 6 мен 2 бар. Мен ылғи бай болып өзімді сезініп тұрамын. Түсіндіңдер ме? Сол мен сұрағым андай болды ғой, мысалға 5 пен 3 неге жоқ, 5 пен 9 неге жоқ деген ғой. Неге 5 пен 3? Неге жоқ? Енді 2 мен 4 тұғын. Ал 2 мен 4, білім деген 4, 2 деген түсінік. Білімді түсіну дейді. Түсіндіңдер ме? Ал енді, ол енді іштегі сезім бұл, адамның ішіндегі сезімі. Адамның ішіндегі бойындағы сезімі бұл кішкентай. Ал енді 1, 5, 9 болса, адамда коммуникация бұл. Адекватно. Иә. А если бірі жоқ болса? Бірді өшіріп тастады. Бірді өшіріп тастады. 5-те 9-ы бар. Неге жоқ? Неге тұр 5-те 9? Бірақ Шешім шығарамын. шешім шығара алмайды. Жауапкершілік. Инициатива жоқ, нәпсі жоқ. Нәпсі жоқ. Соны барып, Толтыру керек. иә, ол қарым-қатынас жасай алады. 9 деген адамның іс-әрекеті, физика. Бірақ нәпсі жоқ, соны барып, қалғалай дейтін әрекет жоқ. Түсіндіңдер ме? Кімде 1 топ 5 9 бар? Иә. Міне мына адамдарда коммуникация бар. Елмира ма? Не, бұл адамда жеңіл коммуникацияға түседі. Түсіндің бе? Егер 5 болмаса, например, 5 алып түседі. 3-те 7 бар. Кімде 3-те 7 бар? Иә, 3-те 7 бар. Бірақ адам, 5-і жоқ. Адамның бойында қызғаныш болды. Адамда 2 түрлі қызғаныш болады. Біреу нәпсісінде тұрады, біреу оның қабілетінде тұрады. Егер адамда қызғаныш тұрса, бұл адам қайта-қайта басқалар не істеп жатыр екен деп тоқтатпайды. Мынау айтып жатыр ғой, менің атам айтты, оқы, мынау деген сол, бәрі содан шығар. Ішкі дүниесінде өзімен айналыспайды, елмен айналысады. Анау қанша табады екен, анау не істеп жатыр, анау не себебі бойында қызғаныш тұрған соң кейін нәпсі ойнап тұрады. Түсіндіңдер ме? Сол үшін 5-ті толтырған кезде сенің ол қызғанышың келеді. 2-ле сан болса, 2 анан 7-сі болса, 3 2-сі болса. 3 2-сі. Матрицада 2-ліктен 3-ü. То есть 100%, например, менде 2 бар. Менде 2 бар. Доңғалақтық болды. 2 болса, менің мойнымда 100% түсінік бар. Мен адам айтып жатқан, айтып бітпей мен түсінім ойын. Например, сенде 2 болса, міне Олег бар ғой, нем деген. Қарны 1 метр. Бірақ 2 бар. Шаршамайды. Ана қалыны қалай көтересің? Түсіндіңдер ме? Мен бір кішкене қарын шықты, міне осы. Жаным қиналып жүр. Менде себебі 7 жоқ. Түсіндіңіздер ме? То есть, әр саннан 2 болса, ол 100%. А егер жерде тағы 2 қосылып кетсе, онда мен қайта-қайта ананы қазбалай беремін, түсінем деп. А егер менде 3-5 болса, мен қайта-қайта қарым-қатынасқа түсе беремін. 3-5 болса ма? Иә, қай саннан 3 болып кетеді, 3 болып тұрса, мен қайта-қайта анализ жасай беремін. А если менде қазір 3-1 бар, салып жазып көр. Менде 3-1 бар. Каждый 1 деген мен деген санды көрсетеді. Я деп жазшы. 1 деген я деген нәрсе.
Я. Мен. То есть менің нәпсім өте биік адам. Сол себептен есту қиын. То есть есту қиын емес, мен айтқан болады. Түсіндіңіздер ме? То есть артық нәпсі. Нәпсі артық. Түсіндіңіздер ме жоқ па? Осының бәрін сендер осылай бересіздер ме? Солай жазды қайтты. Солай ма? Шамалы қойып қояды. А егер сендерде 5 жоқ болса, 1 болса, 9 болса. Эгоцентризм. Да, ол эгоцентризм. Эгоцентризм деген не деп айтамыз? Менмендік. Өзімшілдік жазылады. Че не деп айтамыз? Өзімшілдік менмен. Өзімшілдік деген. Иә. Будет так, как я скажу. Будет так, как я скажу. Бір болса да ма? Бір болса да. Енді ол жаңыз бір болып тұрса, ол жұмсақтау. Мен айтқан болады дейді. 2-1 болса, мен айтқанды істеңдер дейді. Ал енді 3-1 болса, Көрмеймін, естімеймін. жоқ. Тек мен айтқан ғана болады. Уже ерекше. Я. То есть, қалайынан айтуға болады. Басым айтады. Бір болса, ол жұмсақ адам. 2-1 болса, ол 100% қой. 100% айтқан болады. А 3-1 болса, онда қатты адам болады. Бұйрықты тілмен айтады. Бұйрықты тілмен айтады. Менде 3-1 бар. 5 жоқ. То есть, адекват жоқ. Адекват деген не деген сөз? Солай не Адекваттылық жоқ. Қалай? Адекваттылық жоқ деп айтылады. Адекваттылық жоқ. Адекват деген 5 деген сан бұл жерде бұл термостат. 5 деген сан бұл термостат. То есть бұл бәрі сезім, 5 сезімді білдіреді. Мен, например, далаға қыста жалаңаш шығып кетемін. Соң даланы түсіне алмаймын да, терезені ашып тексеремін. Мен 5 жоқ болған адам түсіне алмайды даладағы ауа райының суықтығы қанша екен. Сонда сізге ана 2-2-іңіз ондай не істемейді? 2-2 ол түсініккі. А 5 деген мүлдем басқа нәрсе. 5 деген 5 сезімге жауапты. Көз, танау, құлақ, қарым-қатынасқа жауапты нәрсе. Қалай жүресің? 5 сезім. Көзің көрмесе қалай жүресің сен? Дұрыс па? Естімесің, көшеде қалай жүресің машинадан жүріп бара жатқан? Сол сияқты 5 сезімге жауапты 5-ің жоқ болса, сен сүрініп құлайсың. Түсіндіңдер ме? Матрицаның жүрегі де үйрететін. 5 деген сол, ол бүкіл адекватный действие, іс-әрекеттің жүруіне байланысты. 5 сезім аты. Түсіндіңіздер ме? 5 деген сол. Ол менде, например, 5 деген жоқ. 5 жоқ болған соң кейін адам тез ауырады. Сен де термостат, сен түсінбейсің, далада не бар. Даланы барып көріп көрем, киініп алып, шықсаң терлейсің. Акасы температура олай емес екен. 1 жарты сағат жүрген соң кейін. Үйге келіп шешіп тастап шықсаң, тоңасың. Сонымен ауырасың. Түсіне алмайсың да конца. А 5 бар адам, оны біледі, мынаны кию керек, мынаны бүйту керек. Мен қатыным сөйтіп айтып отырады, терезені ашып қоясың дейді, сонымен құлағым ауырады да жатам больницада. Құлақтан кетемін ғой. Терезені ашып қоямын ғой, машинада кетіп жатқан кезде. Соң не жауып қоймайсың, не бас киім киіп шықпайсың деп жүрді. Менде 5 жоқ қой. Адам оны түсіне алмайды. Бұл термостат 5 деген. Сенің бәрі өміріңдегі әрекетіңе қатысты. Түсіндіңдер ме? Қиын екен ғой. 5-ің жоқ болса өте қиын өмірде. Неадекват деген сол.
Үзілді емес. Ал енді домбыраға. Қайсырды айтпеймін. Мақпалды айтпеймін. Көкірек кернеп, қиялым кернеп, аңсаймын сазына қудым. Назыңмен бірге бөлендім күйге, жаным бір тудым. Мынау кең дүние тербеліп күйіне тұрғандай сияқты тербетіле. Көңілімнің сәнісің, махаббат нәрісің, сиятын емеспін жер бетінен. Көңілімнің сәнісің, махаббат нәрісің, сиятын емеспін жер бетінен. Толқынды көңіл күй болып төгіл, қасыңа қонсын аққулар. Назды үнің сенің, күйлерім менің, достыққа мәңгі шақырар. Сүйсіне ай қарап, көл бетін аймалап тұрады самал жел тербеп сені. Мынау кең дүние тербеліп күйіне, сиятын емеспін жер бетінен. Көңілімнің сәнісің, махаббат нәрісің, сиятын емеспін жер бетінен. Сендерге рахат етті. Кешеден бері өлең айтады. Қыз не дейді? Күні бойы сабақ береді, кешке ән айтады. Айгерім билейді. Әйгерім білмеген жоқсың ғой сен әлі. Айгерім сөйтіп билейді. Өлең шығарады ғой Айгерім, білесің бе? Айгерім өлең шығарады. Бұл не бұл ақын? Бұл қазбы бітірген ақын өлең шығарады. Журналист десең. Журналист қазбы өлең шығарады. Қабілеттерін ашып Керемет бұл Айгерім. Өлең шығарады. Мен енді өлең айтайын деп отырмын ғой, дайындалды. Соған өлең шығарайын деп жатырмын. Айгерім өлең шығарып берсе, өлең айтайын. Келесі жыл бастайын ба деп отырмын. Иә. Продюсерский группа ашайын деп отырмын. Мен ана қыздан үйренейін деп жүрмін де, ана кім еді ана? Амина. 9'da 4 бар ғой. Баян. Баян Есентаева продюсер ғой. Опыт көп, иә. Сол қызбен барып бір күн сөйлесіп келейін деп отырмын да. Опыт жасап, продюсерский группа ашайын деп отырмын да. Сол үшін, иә. Ол келесі жылғы проект деп отырмын. креативно Сол үшін ана өлең айтады, қыздарды жүрген жатырмын. Мына қыз жетті өлең айтады екен. Дилана деген керемет ағылшынша өлең айтады. Замир өлең айтады. Анарыңыз өлең айтады. Иә, Анар өлең айтады. Россиядан. О, Дилана деген сұмдық айтады. Дауысты айтсаңызшы ана жылы. Өзінің еще бір андай необычный стилі бар екен, айтады. Жаңа жылда күшті. Қабір өлең айтпаңыз. Апа шындық толық алмайтыншы. Иә, мына қалдың. Ұстаздың шапкасы күшті екен. Қайсыны? Анау. Сіз айтасыз ба? Жын шапка. Мен ана осы неге бардық қой. Бакуға бардық қой. Аяғымда кроссовка, мына жерімде бұтымда жай терек қой. Менде жоқ қой ана, 5 жоқ. Тез жүріп, жынып аламыз деп жүр ғой мені.
Söyledi kimмен bardым ғой мен Ринатпен. Ринат dedi ой Жанат аға мынандай болмайды. Мен топ кетем ғой қайта. Тбилиси. Тбилиси. Шапкамызды Соңғы мана магазинге бардық қой душтан кейін моншадан кейін күнде моншаға түсеміз. Сол қасымызда малақай алып деп кіріп ол анандай қара малақай, сері малақайларды алдым. Менде ондай керек жоқ ондай малақай. Мынандай малақайды алайық. Осы керемет. Креативді креативді. Мен өзім өмірімде ана тұнырайған бұрыш-бұрышта тығылып жүрген адамдар жанын жек көремін. Бәр нәрсе жарық болса, креативді болса, бір деген жарық қой. Төрттен креатив. Зато сізді алдынан қалып тұрады ғой, шап. Қалай? Түнде көріп қоямыз ана ерекше шап. Сіздер танып қоятын шығарсыз. Креатив деген сол да Иә. Адамның істемеген істегіңіз келіп тұра ма сонда? Қалай? Адамның ойламаған ойлағыңыз істегіңіз келіп тұра ма сонда? Қалай деді? Адамдардың істемегені Креативный деген қазір жаңарту. Креатив деген жаңарту. Білімді жаңарту. Істі жаңарту. Даже стиліңізді жаңартып жатсыз ғой сіз? Иә. Енді мен постоянно жаңартатын адаммын. Жоқ, мен өзім бір болған заманда мен жұлдыз болған адаммын Қазақстанда. Мен 83-те келдім Қазақстанға. Мен 84-те келдім. 84-те мен уже ерекше известный адам болған. Ол кезде білмеппін ғой, Жанат деген ол танымал адам екен. Танымалыға қояды, есімі. Иә, 5. Ол кезде мені бүкіл ел танитын. Автобустарда танып жүретін ғой. Ол кезде телефон жоқ, реклама жоқ. Алматыда бәр жерде танитын. Мен ол кезде бір болған соң кейін жұлдыз болғым келеді де, мен өзім киім тігетінмін. Ана вареный джинсы қалай істедіңіз? Иә, джинсы тігетінмін, киімдерді тігетінмін. Әскерден келе салып мен киім тіккен адаммын. Сол кездерде мына қазір киіп жүрді ғой, мына кепкалар. Мен сол кезде кепка тігіп сататынмын. Джинсы, ана машина бар ғой, мынандай кір машина. Шалбарларды сөгім, шешем көрсетеді, сөгім, ескі шалбардарды. Содан не жасайым? Калька. Содан материал сатып алып келіп, тегіп, өзіме киім, көйлек, бәрін тігіп алатынмын ғой. Соны Алматыға келіп, уже сондай опыт жасап алып, Алматыда сөйтіп жүрген ғой. Содан кейін барып, шетел Рига, ол кезде ең шетелді нәрсе Рига болады. Ригадан келеді. Сол мен таныстарым болады, сол Ригадан киім алдырам. Сол кезде бәрі келіп менен киім сұрайды. Жанат, берші кешке бір киімім деді. Сол кезде бір киім, бір көйлектің өзі бір дефицит заман ғой бізде. Солай. Мен күнде ресторандарда жүрдім. Күнде ресторан, барға барып, ана жұлдыз болғың келетін бар ғой, тоқтамай сезім іштегі, итеріп тұрады сені. Мен ол кезде жақсы ақша таптым, өзінде білмейсің оны. Сол кезде мен 240 рубль табатым. АДК-да мен грузчик болып істеген. Сол бір цементный заводқа достарым кіргізді. 2 күн істеймін, 2 күн дем аламын. Рахат тұра. Сол кезде ана кешке таман бір дискотекаға барасың. Жаз бойы дискотекаға барасың, парк көркера. Соң қайтқан кезде кафе жұлдыз деген болады, білесіздер ма? Алматыда тұрмайсыңдар ғой, білмейсіңдер. Кірма Алматыда тұрады. Кафе жұлдызды білесің ба? 25 Панфиловтың ішінде ол жерге тек қазақтар бар, студенттер ол заманда. Сіз нешедесіз? Анасы. 83 жылда институтта оқыған. Қайсында? Инязда оқыдың ба? Ой, Инyaздың қыздарына баратынбыз. Ол где-то мына Виноградова ма? Общите. Виноградова, ескі корпус. Сосын ана Жароковаға ауызы
Жарокова Абайға жаңа корпус салды. Иә, Жарокова. Общежитиеға жерде. Сол жерде, иә, вот сол жерде. Иә, сол қыздарға барады, ине аздыңыздар. Ойба. Мен әдемі жігіт болғам о кезде. Қазір ондай болмай қалдық қой. Өмірден. Сол кезде кездескен бір айы қыз 84-те кездескен. Атын ұмытып қалдым өзі. Содан кейін маған жазып келіп оқыды. Иә, қазір оқып кетті сол. Ескі көзден соғыс. Ескі махаббат. Ескі көз, ол махаббат емес. Иә. Сол Алматы ол кезде керемет қой Алматыға. Мен ауылдан келген адам ғой. Таң тұрам ғой 5:30-да. 5:30-да тұрам, общежитиеға келіп, төбеден түсесің ғой. Кіргізбейді общежитиеға. Вахтада кемпірлердің бәрі орыс кемпірлер отырады. Ол полицейскийдан арман ғой ол кемпірлерін. Кіре алмайсың. Енді түнде жататын жер жоқ. Анда барасың, мұнда барасың, тосасың сағат 10:30-да. 10:30-да неге шығасың? Балконнан түсесің. Достарға балконнан барып, шығып, анда кіріп, балконда достарға кіріп жатасың. Пока жұмысқа кірмей ешкім сені жатқызбайды. Сонда келіп жатасың достың. Сонымен олар жұмыс істеген адамдар ұйықтайды да кетеді, сен ерте тұрамын. 5:30-да оянамда естен шығып кетесің. Шығасың да Алматы Абай көшесімен жүрсең керемет болатын. Екі жағынан су ағып жатады, соңынан көшені нететін водовоздар келіп жатады. Қатар. Тура сұмдық. Соңынан үлкен Космонавтов Абайдан кейін үлкен су ағатын колодец. Сонда алмалар, тап-таза алмалар ағып жататын ғой. О, керемет болады. Сонда таң атпай шығам, күні бойы жүрем ғой, жалғыз жүрдім ғой. Енді досым жоқ, Алматыға келген адам. Бір дос тапқанша. Сон бір дос тапқан соң кейін бірге қағисың, бүкіл Алматыны ақшаң жетпейді сонда. Магазиндері барында гарнир жейсің ғой, гарнир. Магазин емес столовыйға, студенческий столовыйға барасың ғой. Ең арзан студенческий столовыйдан художественно-графический меді. Институт бар, худграфтан, художниктар отыратын. Қалдым қайыш. Сода ең арзан столовый гарнир сол кезде 4 тиын тұратын. Біздің общежитиеде 9 тиын тұрады. Ана жерге жетесің бірден. 4 тиын үшін тұратын. Қалды ба? Ұстаз мәндіні, түртіктерін әнде өтеді. Сөйлетілім алаңдама тартықпа, найзағайдай шындықтай тұр шарқылда. Қалай ғана өмір сүрдім диалам, бір ауырсыз қалмаған соң артымда. Қалай ғана өмір сүрдім диалам, бір ауырсыз қалмаған соң артымда. Адам қалай, заман қалай өзгерді, өзгергенді шүр қазір өзгерді. Арың менен ақиқаттың алдымда, шындықтай тұр шыңғыратым кез келді. Арың менен ақиқаттың алдымда, шындықтай тұр шыңғыратым кез келді. Айтсаң наныр момын халық едік қой, момындықтан талай таяқ жедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын, о ғаламат халық жауы дедік қой. Халқымыздың қамын жеген ұлдарын, о ғаламат халық жауы дедік қой. Сені бізген халық едік малына, малын алса қайтсын қазақ налымай. Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық батардай. Америка, Түркияға, Қытайға жетіскеннен шашылдық батардай. Күні болған қазағымның сорлаған, қасіретті қара бұлттай торғаған, ешқашанда
кешегідей бұрыс кету болмаған, ешқашанда тарихында даламның кешегідей бұрыс кету болмаған. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллион аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. 3 миллион аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Шұбарала болып кеткен тілдерің, айтатұғын келді бүгін күндерің. Тілің кетсе күнің болса кетерің, қайран елім қалай ғана білмедім. Тілің кетсе күнің болса кетерің, қайран елім қалай ғана білмедім. Орысшала бар әлемді таңғылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық. Өсер балаң байтақ далам тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Өсер балаң байтақ далам тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Сен екі бөлім білесің бе? Жоқ, білмеймін. Жіберме деп атсам, Мен Москвада шықпай 6 жыл отырдым. Ресейде 6 жыл. Мен 14 кетіп, 20-да уже мына осылай Дубайға, Турцияға, Қырғызстанға ауыстым. 6 жыл отырдым Москваның басында офис снимать етіп. Соң кешке жұмыс бітеді 12-де. Таңертең 6:30-да бастаймын жұмысты. Бірінші клиент келеді 6:30-да. Түнгі 12:30-да соңғысы кетеді, бір кетемін. Сол кезде тоқтам, менде выходной жоқ. Тоқтамай істеймін. Сол бәрі кеткен соң кейін өзім қалам ғой. Бір деген жақсы көрем өзім болған. Бәрін жинап сыпырам, тазалайым өзім болғанда. Соң кейін нені қоям? Термені қоям да, соң кейін жатымда ұйықтайым. Соң оянсам, терме ойлап тұрады, тағы бірін қосып қояды. Сол постоянно түнде қойып отырам. Терме естіген керемет қой. Баланың
қайран бабам. Қыз ізде елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын бермеу үшін жатқа қонған арулар аз болды ма, атқа қонған көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалған із бар ақтағаннан, көңілде қалғансыз бар өткен күннен, өмірде қалған із бар ақтағаннан. Жасырмай айтар болсам жан сырымды, көңілім қара болған қанша ілінді, ерлікпен қосқан аты деп білемін, аяулы әлиямен мәншүгімді. Ерлікпен қосқан аты деп білемін, аяулы әлиямен мәншүгімді. Сүймеген сен азамат, азамат па, көңілім тәрізді аппақ азаматтан. Бәрін айт, бәрін айта алайсың, қазақтың қызы деген ғажап атқа. Бәрін айт, бәрін айта алайсың, қазақтың қызы деген ғажап атқа. Ne деген ақиқат, Қазақты қыздарына жетер қыз бар ма? Әлемнің жартысын айландым мен. Әлемнің жартысында жұмыс істедім мен. Бірақ қазақтың қызындай қыз көрмедім мен. Мен әлемнің жартысында, мен бүкіл Европада жұмыс істедім. Да, бүкіл Европа, Индия, Араб мемлекеттерінде, түркі мемлекеттерінде. Әлемнің жартысына барып мен жұмыс жасадым. Бірақ қазақтың қызындай қыз көрмедім. Нағыз азамат деген қазақтың қызы. Сол үшін мен бүкіл Европада жұмыс істедім. Бүкіл Европа, Европаның бәрі елінде жұмыс істеп өттім. Қанша айлап жүріп бәрі елінде. Ана Ейфелева башняның астында сеанс жасадым француженкаларға. Француженкалар күйеуге тиіп кете жаздады маған. Француздарын ұмытып кетті тура. Естері шығып кетті ғой. Мен бүкіл Европада жұмыс жасадым. Мен Швецияда жасамадым. Швеция, соң қайшы Данияда жұмыс жасадым. Швеция тағы бір мемлекетті істемеді. Англияға барғам жоқ. Өңгесінің бәрі мемлекетінде мен жұмыс істедім. Бәрі жері кіріп. Ама мадам Помпадур деген бар, ең естіп педіңдер. Соның барып, ана замағында жұмыс жасады. Француздарды жинап. Мен тоқтамайтын адам ғой, жүре береді. Сол кезде сонша әлемде айланып, нақ қазақтың қыздарындай шын адам көрмедім. Жарты әлемде айландым мен. 12 жыл жүрдім, Құдай берсе 8 март күні, 1 март күні 12 жыл болады мен үйден шыққаныма. 12 жыл мен тоқтамай жүрдім. Бір мүшел, е? Бір мүшел. 12 жыл. Осы әлемді білім қылам деп. 12 жылда мен сонша көргенде бірақ қазақтың қызындай ғанибет адам көрдім. Ерекше бір қасиетін айтып отырыңызшы қазақтың қызының. Қазақтың қызының
қасиеті мына бойындағы күшті сыртқа шешпейді. Иә, ішкі дүниеге мықты. Мен енді қанша адам көріп өттім ғой. Енді бізде қазір қандай мына қазіргі современный болып келе жатса да, қазақтың қыздары түбінде әйтеуде сыртқа шешпейді. Іште тұрады. Ол біздің тектілігімізде ғой. Солай. Сол бір ерекше бір күш, тылсым күш. Содан кейін ана қиын заманда қазақтың қыздары бәрі батыр болып кетеді. Иә, қиын заман түссе, әр қазақтың қызы батыр болып кетеді. Атқа отырып жауға шабатын күштер бар. Бәрі қосылады. Рух бар, иә, қазақтың қыздарында. Қазір енді қысыл заман кезде отбасын кезінде 90-да дағдарыс болғанда осы әйелдер шықты ғой, ала сөмкені көтеріп. Сол үшін сондай қасиет бар біздің қыздарда. Басқа елде жоқ ерекше. Басқа елде оларда жүре береді көбі, басқа жоқ. Біздің өзі тегімізде, біз өзі елімізден шықпайтын адамыз. Сондай, мен ойлаймын, сол бір күш сол. Сол күш біз үйде тұрған соң кейін тамырлана береміз. Тамырлана береміз. Мына традиция дейді ғой. Бұл определенно біз әйтеуде традицияға жақын адамыз. Салт дәстүр, традиция, салт дәстүр ғой. Текшілдік, соған жақын. Үлкен кішіні түсінетін. Өмірде бәрі анадан ғой, сол үшін біз ана тіл дейміз. Әке тіл деген жоқ қой. Ана тіл. Орыстардан бір родной язык дейді. Түсіндіңдер ме? Родной язык деп айтады. Түсіндіңдер ме? Бізде ана тіл дейді. Бізге анаға байланысты ғой бәрі. Айт бір Домбыраны саңғалсыз, иә? Мен өзім традиционный қазақтың ғой. Мен салт дәстүр, ескі ата заң, соны ұстайтын адамым ғой. Ұстаз бір бүйіріміз бізге бұрып тұрған сезіп жүрміз. Осында жүріп. Сондай адам. Ақ болатын құлынды жел басынан танисың. Адам болар ұлындай ел қасынан танисың. Батыр болар балаңдай тұлғасынан танисың. Жақсы болар балаңдай жолдасынан танисың. Ысты болар балаңдай мал баққаннан танисың. Кедей болар балаңдай көріп жатқаннан танисың. Ұры болар балаңдай түн қатқаннан танисың. Ақын болар балаңдай жыр қатқаннан танисың.
болғаннан танисың. Жыршы болар балаңдай жырғатқаннан танисың. Қыздың қандай боларын анасынан танисың. Досың менен қасыңдай қарасынан танисың. Шебер болар қызыңдай бармағынан танисың. Асыл менен жасықтай салмағынан танисың. Ана бізде қазір енді сол ана бұрынғы ақсақалдардың бәрі мемлекеттің басында болған бәрі кешіп жатыр ғой, иә. Үлкен уже білетін ақсақалдардың бәрі кетіп жатыр өмірде. Ана кісі кетті ғой, Асанәлі Әшім. Иә, солар. Например, Совет үкіметі кезінде, біздің әке шешелеріміз болған заманда біз бәріміз бір ұлттай жақын болдық. Оны айттым ғой. Сол тілдің бірлестігі сондай болып тұрды ғой. Қазір рыночный экономика келіп, біз бәріміз өзгердік. Сол жердегі мына адамдар, біздің ескі көздер, қазір кеткен сайын азайып жатырмыз. Сол ғой. Мынау сізге арнаған өлеңді ана тілге оқып берсем болмасады ба? Оқып. Өткен жылы көп адам тыңдай алмай қалды. Мынау қазақ қыздарын мақтап жатсыз, қазақ қыздарының артынан сізге арнап бір арнау шығарғам. Соны қабыл алыңыздар. Қазақтың қыздарының рухы мықты, жаны мықты, шыдамды, кез келген жерде төтеп бере алатын ер азаматтың орнына да бар жоғына жоқтай көніп жүрген заманда қазір біздің қазақ аяулы қыздарымыз өмір сүріп келе жатыр. Міне қазір өздерін толыққанды толықтыру үшін оларға білім жетіспейтін бәріміз сеземіз ғой іштен. Қанша мықтымыз десек іштен бірдеңе жетіспей тұрады. Сондықтан ол білімді, күшті біз сіздің осы біліміңіз арқылы толықтырып, қазір өзіміз толыққанды болып жүрміз ғой. Сөйтіп қабілеттеріміз ашылып, мына бір өлең шығардым. Арнау күндей болып нұр шашқан Жанат Қожамжаровқа. Қазақстаннан шыққан ағам байыпты, кім білмейді Жанат Қожамжаровты. Әлемнің бар құрметіне бөленіп, Жанат деген аты да өзіне лайықты. Қазақтардың абыройын көтердің, мерейіңе бойлап саған жетер кім, жеткізем деп отбасымның алғысын, мен де есігін қағып келдім көкемнің. Саналарын сезіп тұрар жүрегің, лайықтылар тым биікке сүйредің. Тау тұлғалы профессор аға ел үшін, пенделердің бағына біткен сыймедің. Қыран құстай биіктерге самғаған, арыстандай айбатыңнан тоймаған, нағыз қазақ ғұламалы ұстазы 24-те 7 халқын ойлаған. 12 жыл сыртта жүр. Адал еңбек әрқашанда еленер, кезің келді қуанышқа бөленер. Келіп тұрмын мен де алғыс айтуға, о Құдайым бар жақсыны бере көр. Еңбегіңіз еленіп, мерейіңіз өссін, ұстаз деген ұлы ат биіктей берсін. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, әр күніңіз шаттық пен бақытқа жетсін. Мен үнемі жалықпайын, бұл кісі менің шабытымды қалай ашты. Енді қысқа бір айтып өтсем, 20 жыл ұстаздық мектепте ұстаз болдым. Өзімді таппадым, миссия кірді, мен өзімді жақсы сезінбедім, маған бірдеңе керек, іздей бердім. Содан 3 диплом болды, магистратура бітірдім. Сонда да сайтте заведующий болдым, бастауыш сынып үздік педагогі болдым, бірақ бәрібір бір нәрсені іздеді жаным. Сол миссия екен ғой, білмейміз ғой ол кезде енді.
сонда өмір бақи осы басшы болып лидерлік қабілет бар. Мамам бірлік екен, зерттеймін ғой мына білімнен кейін. Әкем жетілік екен. Ана бірлік пен жетілік сен үздік болу керексің деп менде осындай бір менде бір осындай лидерлік қабілет пайда болған ғой. Ана ұстаз айтады ғой, отвага, батылдық. Мен анау еркін әкіммен, президентпен, даже өзіміздің Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен адаммын. Және де мынау әкіммен еркін отырып сөйлесе аламын. Генералға 24/7 елімде болып жатқан мәселені кіремін. Сонда соғыс екен ғой миссия. Неге ана әділетсіз, мына жерде мынандай болады, ана өңірде мынандай болып жатыр деп мен Соттан шықпайтын ба? ол қалай келді? Мен ана профессиональный медиатор болдым. Адамдармен сөйлескен жағады екен ғой, мен 2-5-пін ғой. Анау адамдарды екі жақты туралап қоямын. Адвокат бір тарапты ғана қорғайды. Ал медиатор екі тараппен сөйлеседі. Мына кабинетке кірем, бірінші тараппен сөйлесем, арқасыға қолын алам. Мына тарапқа кірем, сен жақсы деп қоямын. Не қыласың деймін, сотта бәрі ұтпайсың, штраф төлесің. Қолын ал да, екеуін келіс бол. Мен бәрін тыңдап уголовный дело қазір ровд да қысқартамын дейді. Анау болды дейді. Басыңа бәле керек қойдым, керек емес. Сөзді қысқартамын, тергеушілер жек көреді ғой мен. Бір дейін қалдырмаймын оларға. Сөзді қысқартып, халықтың жағдайын жасап жүремін. Шешілмей жатса мен генералға кіремін. Мынау дұрыс емес дейді. Сонда қорқпайды екен ғой, отвага мен. Не дегені? А маған ұстаз айтады, қорқынышпен мынаушы, қорқынышпен жаңағы отвага дейді ғой, жаңағы батылдықтың ортасы тепе-тең болмаса өте қиын. Мен өмірімді талай көзімнің басын кесіп ала жазамын, қаншадан. Қорқынышпен талай ұрып кеткен мен. Сен араласпа бұл диалогқа. Сонда да кете берген ғой мен. Осы жерге келіп стоп бердім ғой, менде слэш деген пайда болды. Үштігім жоқ қой, көрдіңіздер ма? Менде 2 бірлік, 2 екілік бар, 2 9-лығым бар, 1 7-лігім бар, 1 8-лігім бар, болды матрицам. Өзімде әулетін бәрін зерттедім. Ең бірінші сөйтсайды, Ұлан Әділден үйрендім. Ұлан Әділ үшін бірді болдым. Мені көзімді ашып, осы Ұлан Әділ деген талай қазаққа көзді ашатын кісі ғой. Бұл кісі өзінің саласында ең ғой сөйтсем 3-4 құяды ғой миға. Мына миды ашты да құйғаны түсінбеймін, бірінші сабағына келіп қалай деймін. 3 күн тамақ ішпедім, трансформация жасады. Енді сындырғаны телефонмен. Болмайды дедім мына кісі. Алдына бардым Алматыға іздеп. Көрдіңіздер ма? Оқиын деген, іздейін деген адам бәрін істеген. Сонда мен Ұлан Әділдің сабағына немереммен үлкен қызымды оқыттым, өзім оқыдым. Кішкентай 1 жасар бөпемді 4 айлық еді, соны алып барған ғой қорықпай. Қыс дала, боран. Көрдіңіздер ма? Білім іздейін десе адам келеді. Бұл кісінің алдына мен 1 жасар бөпемді емшектен тастадым да шығардым, бармасам болмай тартып тұр ғой. Сонда көрдіңіздер ме? Келдім. Қабілеттер ашылды, енді бір рахаттанамын мен. Өзім полноценный сезіндім. Сонда мен бірден психологияға түстім магистратурасына. Қазір соны аяқтап жатырмын. Сонда да қанағаттанбай жүрдім ғой. Күмәнға кетіп қалам ғой, екілік бар. Ойланамын, зерттеймін, бұл 100% Құранмен зерттедім ғой отырып осыны. Мешіттерге бардым, мынау қалай, мынау сүресі қалай. Осы бір адам маған айтты, бұл шірк деп. Сонда мен 100% зерттедім. Любой адамды алып кел, қазір любой психологпен мен уже отыра аламын. Сонда сен суицид істейсің ба деген сұрақтар қойылды маған. Көрдіңіз ба? Мен кіріп кетемін ғой, болмайды соғысқа кіремін, болмайды ұрып жібереді екен осында. Айдер жеңісім сонда тағы да бір айтатын нәрсе, қазіргі заманауи дерт. Адамдардың, балалардың көбісі ауырып, тілі шықпай жатыр ғой. Мынау Алла тағала маған бір сынақ жіберген ғой, енді есіңді жи деп трансформация болды. Мына балам 4-тен аса сөйледі, енді сөйлеп келеді. Ұстазға айтып жүрмін, алып кел дедіңіз ғой, мен әкелемей қалдым ол баланы. Сонда мына анаға деген түсінік келмесе, мына ащы тілмен әрбір адамды улап, мен ауыр сөйлеп біреудің ақысына кіріп кеткен ғой кезінде. Соны түсіндім да, сонда ана баланың тілі блокқа түсіп қалған ғой. Представляете? Сол нәрсе осы білімге келіп, ешкім убедить ете алмайды мен. Көкбетпін ғой енді. Сонда өзім осы білімге келіп өзгерген кезде ана бала сөйлей бастады. Апармаған жер жоқ. Уже соқыр мылқау деп айтқан маған оншы 5 диагноз қойған. Қазір бір диагноз еді, 10-ты снимать етті. Представляете? Бұл менің отбасымды, менің күйеуім 4-8. Постоянно контроль. Оның ойлаған нәрселерін мен түсінбеймін, миым жетпейді. Мен 2-5, ол 4-8. Звондайды, ол өзі спецназовец күйеуім. Сонда борщ дайындап қойшы дейді. Мен ана борщты сағаттап отырып, дайындап, бүйтіп төрттіктерге оңай бермейді әркама. Дайындап қойсаң, үйгеріңіз, мен борщпен қамыр ауқат жеймін деп тұр дейді. А мен деген ботты ған жерде. Қалай қамыр ауқат? Сен борщ дедің ғой. Мен ұнамай қалды. Мақсаттары секунд сайын өзгереді екен оларды сөйтсем.
қамырауға сисаш дейді да, біраздан кейін жоқ, мен шашты жеймін деп тұр дейді. Мен жынды болам. Вообще миым жетпейді сондай кезде. Осының бәрін түсіндім. Қазір күрес жоқ. Міне өзі ұстазға тікелей звонокпен шығып рахмет айтты ғой. Сізге рахмет сол үшін. Сізге ұлан әділгеде талай алғысын білдірді. Мен сізге де ұстаз күйеуімнің артынан, отбасымның артынан арнайы рахметімді айтқым келеді. Осындай ұлы дана әлемнің ұстазы деген ат қойған мен бұл кісіге. Келісесіздер ма? Барлықтарыңыздың осылай зейіндеріңіз ашыла берсін, өсе беріңіздер, өне беріңіздер. Октябрьде келіп, декабрьде келіп, январьда маған деп болмайды саған әлі баруға, білімді сіңір дейді. Бара берем деп. Күйіп жатыр, жаман болатын жоқ Айдама, немен бұжырайып отырсыңдар? Сынасыңдар ма жоқ па? Ораторский искусствоға барып жүрмін деп, кішкене қазақша сөйлеген емеспін. Енді қазақша кішкене сөйлеп өзімді туралы айтып қалайын деп едім. Енді қазақтың қыздар мықты деген соң, мен де өзімді бір қазақтың бір мықты қызы деп санаймын. Енді 21 жылы мен де бір Дубайда жарты жыл жүріп жұмыс істеп, сол жерде жүргем. Сосын ипотекам болған соң, мен Тоқаевтың рұқсатымен келіп, Қазақстанға келіп, ипотекамды жауып тастайыншы деп келіп, қайтадан қайтам деп, сол Дубайға барам деп, сол келгем. Соң кейін енді Алакөл деген не бар ғой, көл. Сол жерде енді мен туған жағым сол жақ қой. Соғаққа барып келінші көл жаққа деп. Дубайда қанша жүрсең де ол теңізге қанағаттанбайтынмын. Сол Алакөлге келгенде таксист кіре бергенде қазақтың домбырасын қосып қойғанда мен ана домбыраны ести сап жылап жібердім ғой. Мен әкем күйші болған. Бала кезімнен құлағым сол домбырамен өскен ғой. Сонда мен домбыраны естісем жылаймын сол. Енді сол сөйтіп сол жақта мен жүрмін уже неше жыл болды. Өзім жалғызбын, бір участок сатып алғам. Сол жерде бір үй салдым, екінші үй салдым. Өзім сол жақта жүрмін. Енді Сүтайға мен 22 жылы келгем. Сонда оқыдым. Неге? Неткен соң, ана сізден не алғаннан кейін, сізбін алғаннан кейін, потоққа үйге қайтып барып, мен сізге ағылшын тілінде өлең жазғанмын. Оны неге салғанмын? Ана Инстаграмға. Қазір менде интернет жоқ, айтпесе сізге ағылшын тілінде де айтып жүредім, Жанат ағаға арнап жазғаным бар. Енді оның мүмкін тағы бір мүмкіншілік болар айтуға. Көңілдерің жақсы ма? Ертеде бір
шыдатпай барады-ау жанды кеміріп, бір күні болмай анасын мерт қылды-ау жігіт еліріп. Аласалам жүрегін жүгіргендей құладай, тасқа да тиіп аяғы атыда оның сұладай. Есін жиып қарасай, жүрек түрт алғай ілініп, үлкілдеп ана жүрегі сөйледі-ау сонда тіріліп. Айналайын жан балам, құладың-ау сен жаман. Ауырған жоқ па бір жерің, жүргенің жақсы-ау сен аман. Естіп ана сөздерін, егіле жігіт жыладай, өткен іске өкіне, өкіре жерге құладай. Айналайын адамдар, бәріңнің де анаң бар. Қайғыға салмай жүрегін, анаға дұрыс қараңдар. Қайғыға салмай жүрегін, анаға дұрыс қараңдар. Жетпіс тоғызыншы жылдан бері қолыма домбыраны алып көрмеп едім. Кеше сіз айттым ғой, домбырасыз домбыраны енді даусым келе ме келмей ме кешірім өтінемін барлықтарыңыздан. Бағана 4-тен кейін кетіп қалдым ғой, ауырыңқырап мен бірдеңкені көтере алмай жаттым. Жүрегім сездімей барып комнатаға звондасам, жолдасым ауырып қапты. Алдым бірінші мен шұғалғаннан бері. Кейін өзім де жүрегім Азаланда шығар бәрі. сөйтіп айттым, түсіндім. Өзі де қуанып жатыр екен. Айтып мен шұғалымда мәжбүр жатыр ғой. Көрейін енді.
Қазіргі сөздерін айтып жүрген жоқпын. 70 жыл ел Эфирде де жазып жатыр жұп болсын деп. Иә, көрейік. Болған мерекең болсын тағы ертең. Айт дегенде өлеңді аңырмаймын. Көлден ұшқан аққудай мамырлаймын еркем-ай. Бүгінгі болған отырыс болсын тағы ертең. Еркем-ай, бүгінгі болған отырыс болсын тағы ертең. Проявление деген осы. Мен шайбы кетейін айтпақшы. Аллаға. Екіншіден, ұстаз сізді 3 жыл бұрын көріп жүрмін. Қаншама мастер классқа барып жүрмін, консультациялар бәрін алып жүрген. Бірақ почему-то сізге келгім келеді. Кешіріңіздер, мастерлармен бірге жүре алмадым. Одан осы декабрьде басында қарап инстаграмнан Ұлан Әділді көріп қаламда. И марафон 21-ні ұйымдастырып жатыр. Прямо ақшасын төлемде марафонға кіріп кетем. Онан кейін ол кісі ретрит жасады. Оның 11-і Алматыда бір коттедж снимать етіп бірнеше қыздар болдық. Сол жерге келіп алам, Өскеменнен. Содан сразу. Әлі қалмай жүрмін. Әлі үйге барған жоқ. Бай қайда, бала қайда, мен қайда. Айтып жүрмін, әндетіп гаку деп. Сондықтан баламнан да кішкентай балам, алғысым саған шексіз. Өрлей бер, абыройың арта берсін жаным. Бақ береке қонсын, анаң аман болсын, өмірге әкелген өсіп-өне беріңдер. Айгера өзімнің келінімдей. Шүкір, Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Менде де ұшу бар, Алланың берген. Тәуба, бәрі орында, енді 4-ші жыл пайда болды. 4-ші жыл. Осылай қазағымыз болып, бір жеңнен қол шығарып, бір жағадан бас шығарып, бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін осылай жүре берейік. Біздің өз неміз көтермесек, бір-біріміздің бауымыз бізді кім көтереді? Қазақ деген атқа ие болайық. Ана жол жылағаным үшін дегесін сұрайды. Мен қазақпын дегенмен жасым кетті ғой. Өйткені жаңа ана қызымқаның айтқаны менің басымда болып қойған ровның аяғын теуіп кіріп, үйде Финполға, Белхан Камилхановға мен келем кабинетте болсын, сенімсіз дейді, енді отырсаңшы кабинетінде, қазір мен келем, көресің ғой деймін ғой. Ақымақтығым. Сонда ұлым ГАИ-ға, кейін жылым 90 жылғы. ГАИ-ға жұмысқа алғалы тұр, мен айтам, жоқ, ГАИ жейтін жер. Біреу болса біреу 5 теңге жүр. Маған сендердің адалдықтарың не үшін өсірдім? Дұрыс болуларын деп Финполға барсам, ол жер деген жегіш жер екен ғой. Сонда кабинетіне барып сөйлесіп, сөздеріне қарасам бір түрлі. Соң қой деп, тәуба Алладан сұраған ғой, Алла тағала бір естіп тұрсын. Қазір ол әйтеу кен бі, шүкір кен жыл. Өзіңіз қолыңыз айтсаңшы. 6-8 болды. Сіз 30 мә, начушканың ет қалғасын дейді. Начнушкадан кейін ішке дейін емей келе беремін. Әнені ұланды көрсетіп жатқанда кім айтты? Марат әдетті. Көрдің бе? Кім? Ұлан? Иә. Ұланы осының жұлдыз болып кеткен ғой? Үйде көрсетті ғой Қазақстаннан. Иә. Ұланы дегеннен көрсеткен ба? Менің үйім болып бірінші сіздің арқаңыз ғой, Серам. Көрсетіп жатыр ғой. Сіздің біліміңізбен. Мені тегін жарнамалап жатыр ғой дедім. Тегін жарнамалап жатыр Қазақстан. Ұлан әділді Марат әбен депутат
ұланды реклама жасап жатыр. Жамандатпашы. жаңа сабағы миллион тұрады екен деп па, миллионға барады екен деп па. Жақсы ғой. Шүкір Аллаға, амин деу керек еді. Иә, амин деу. Ондайда қону керек. Әрбіреулерің атақты болыңдар. Амин. Бака, Құрметті қазақ елім деп айтамын енді. Мен өзім Ақтауда болғам, атым Эльмир. Қазір Атырауда тұрам. Өзім осы Түтайға келгенде мен даже атағанын білмегенмін. Ну, бір видеоны көріп, кеше бәріміз көрдіңіз. Германиядағы бір ер адамға просто даже тегізіп, қолын тұрып кеткен, а мен уже сол жерде уже инвалид болдым. Өзім сол ем іздедім, 13 жыл бармаған жерім жоқ. Шын айтсам, іздемеген емі жоқ, мен жүре алмай жүрдім. Уже жыладым, мен айттым, Алла алып кетші, лучше сен мынандай мені қинағанша. И сол моментте Олжас мырза келеді біздің Атырауға. И мен бір әйел мен 5 рет шақырадым, келші деп. И барамын, сол жерде жағдағанын естіп, айтам, маға деп. И вот ана видеоны көріп, жүрегімде бір сезім пайда болды. Сосын үйге келем, кішкентай қызым бар, 4-те. И мен жіберіп қоям да, и жағдағанын қарайды, и мен қозғалып кетеді өшім деп. Айтам, қой барайын. Ақшадан жоқ енді, бәрін жойып болды. Білесіз, енді 9-4-пін, мен ешқашан сұрамаған, білесіз, ағайынға бәріне звондап шықтым. Біреу де ақша берген жоқ, сонда менің моралім сынды ғой, не благодарны, маған бір көмек берген жоқ. Сонда да білесіз, миллион ешкім бермейді, 100 мыңнан сұрайды қойды. Енді 100 мың бермесе, онда болды черный список қойды. Солай сөйтіп жинап, и білесіз, 200 мың жетпей қалғанда, мына жерде мен подружкам отыр, Жанат. Атыраудан кеше ана тілге 4 адам алып келдім, былай 8 адам келді. Жанат айтады, мен айтам, Жанат, мен 200 мың таба алмай жатырмын. Сен қалай бармайсың деп, саған бару керек деп, мен сырғамды қазір тапсырамын Алматыға, сен апарам мен деді. Қазір енді мына 3 жылдан кейін баласын алып келдік, Жанат келді өзі, мына жер Жанары келді. Білесіз ба, сонда мен мамам айтады, сен не болып кеттің, мынау кім ол Жанат? Мен мамам 5-те 9, әлі түсінбейді ол. Но мен мама айтамын, мен ауырмасам болды ғой саған. Жанатаға сізге мына алғыс айтқым келеді. Қазір Жанаргүл ханым өлең айтып жатқанда, мен өзім орысша оқыдым. Ақтауда ол кезде клин орыстар болды. И мен білесіз ба, қазақтың рухын сол жерде білдім мен. Секірем, орыстармен төбелесем, қазақты вообще андай мал қылып тастайды біздердің. Ол кезде қазақтар жоқ, клин орыстар болды. И мен жалғыз сол жерде жарып жүретін едім. Қазір енді түсініп тұрмын 9 екенімді. Сонда білесіз, мұнда келгенде 2 жыл болды, мен өзім тегімді таптым. Мен сол үшін жаңағы сізге да рахмет айтқым келеді, әкемді көрмесем де әйтеуір тегімді білгенімен. Енді содан кейін мен мынандай ана тілде таза сөйлеп кеттім. Қазір ештеңе қорықпаймын, орысша мен қазақша әйтеуір жеткізем, коучингте де өткізем, қазақша, орысша да. Ешқандай қорқыныш бар. Бірінші Алла, екінші Жанат ағам деп, мен ағам болмаса да, Жанат ағам бар деп, мен спокойно любой кісіге қарсы шыға аламын. Не сеанстан жөнделіп кеттіңіз? Мен вообще екінші мен енді Ақсандап келдім ғой, екінші сеанста Жанат болды мен қасымда, мен талып қалдым, мен не болған, сосын тұрдына келесің, жүрдім тек. Жүргенде білесің, мен басам, мынау ауырмайды ол, мен түсінбеймін, и как будто ұшып атқан сияқтым былай, аяққа бас, и ұшып атып, айтам, мыналар білмеймін, өздеріңізді бірдеме айтады, қыздар мені тимеңдерші, енді мен 13 жыл аңсадым, или тұрғыз мені, или мені вообще. Неше жыл ауырдың? Мен 13 жыл бүкіл елді, мен кеше санасам 90 миллион ақшам кеткен екен, мен үйімді саттым, машинамды саттым, оған даже қызықпаймын қазірде. Сонда мен қазір мына өзім немді түсініп, неден мен ауру болғанымды түсініп, и қазір менің бірінші айтатын әңгімем ауру жоқ. Ауру деген бәрі, Жанат аға бәрін бізде салып қойды плакатқа, соны тек
дұрыстап қарау керек, білу керек, түсіну керек, неге сен энергияң қай жерде тоқта қалған, не болған. Сонда мен қазір көп намаз оқитын кісілер көп келіп жатыр. Мен қазір оларға да қарсы шығып, шын айтсам, недавно мен последний коучингте бір келіншек келді намаз оқитын. Сонда айтады: Эльмира ханым, мен сізге рахмет айтқым келеді, мен намазымды сіз арқылы таптым деп, түсіндім деп. Сонда мен, білесіз ба, жадымда жатқан мұны тегім бәрі оянып, рухым оянып, қазір рух, тек, тән бәрін түсінем. Оны баяғыда білгем ғой, но түсінбегенмін. Сонда қазақтың қызы осы өлеңдерді мамам Ақтауда тұрдық қой, радионы жіберіп қояды и жылап отырады. Сөздерді білесіз ғой, мен прям мойында тұр. И қазір бір таппақ айтайын. Орыстардың арасында неге шығам, не болады ғой андай конкурс, областной конкурс, ана тілде. Мен орыс болдым ғой, и шығамда, и мен қазақ қыздарына қайран қалаң, жанары жаның жаздай жайрандаған, қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайрам бабам. И представляете, мына өлеңдерді айтқанда, ана зал еще татар деп айтады екен, мына татардың қызы деп. Мен айтам, жоқ, мен қазақтың қызымын деп. И осы өлеңді енді до конца айтпай қой. Сіздер сонда ананы айтқанда аналар жылап отырады. И мен айтам, бірінші орын мамаға алып келемін, мама, мына мен бірінші орын алдым. Сен не айтып отырсың ана жақта? Мен білмеймін деймін ғой. Сонда білесіз ба, мен қазір түсіндім ғой, қазір біздің мен марафон өткіземін қазір, уже 4-ші жыл, бір күн өзген жоқпын, мен өзім инвалид қыз, мынандай қазір, Аллаға шүкір. Сенде дәлелі бар ғой? Бәрі бар мен қағазым бар. Басқаларында дәлел болмады? Білесіз ба, мен даже вот последний, менде аяқ дұрыстағанларды, менде грыжалар бар ғой, протрузия. Мен жатақаға келем, мен 9-8 секундтан алып кетем, бар ақшамды жинаймын, ештеңе жемеймін, Жанат білет, мен барымды жинап алып келем. Сонда білесіз ба, фотоға түсем, ана жақтан, мына аппарат, Эльмираның бәрін таптым Атыраудан. Сосын цигун алам, сразу түспеймін, еще 3 ай жүрем, и мына моралімді, бәрін мына бойымда не айтты сабақты, соны өткізем. Так, мен аяғым бастап, сразу задавать етем вопрос. Так, не болды, кеше қай жерден мен көңілім, қай жерде көтеріліп кетті. Деге менің, дене бізге айтады, қайда кетіп батсың, міне, дене арқылы келеді, Алла тағала бізге осылай звонок береді ғой. И білесіз, 3 айдан кейін барсам, дым жоқ қой, бір грижа жоқ. И ана врач айтады, сен қайда барасың? Мен айтамын Жанатаға, анау ма құсының арақ ішетін кісі ғой деп. Мен айтамын, не айтып отырсыңдар, барып келіңдер шеш. Сонда білесіздер, менде бала болмайды деген бала да бар. Енді Аллаға шүкір, просто білесіздер, қазақты ояту керек. Енді мен сізге айтайын, 35 әйел бар қазір. Ақтөбе, Уральск, Алматыда бәрі орыс қол. Қазір енді бір видео жазып аламын, Жанат ағаға, бәрі қазақша сөйлеп кетті. Осылай қарапайым қазақ, осылай, мен өзім даже білмеймін, но оятып, осылай оларды да оятып жатыр. Жанат аға, мың алғыс сізге. Қазір не байқадыңыздар? Мына кісінің 9 деген айтпай біліп қойды, дауысы деген көрдіңіз ба? Рух шығып айтты ғой, өлеңді оқыды, байқадыңыздар ма? Міне 9 дегендер дауысы осындай болады. Патриот. Патриот, жауынгер, рух оянады оларда, шабыт, өй деп. Мен иногда телефон алып братан деп қоясың ондай кісілерге. Еркек сияқты көрінсе, рух мықты. Ол оята болады, жеті атасын білсе, бұда қасиет бар. Көрдіңіз ба, Алла тағала өзгерсін деп жіберді ғой, бұл кісі ер кезінде түсінді. Вот это и есть трансформация, ребята. Давайте попробуем. Жанат бірге келдің ғой, сен де сонда жүрдің, бірге келдіңдер ме сонда? Кішкене жақынырақ. Алтылық күйеуімен разрушить келдім ғой 22-де. Соны Стамбулға бардым, есіңізде ма? Орыс пропотокқа барып, әлгі мен 2 күн орысша конспект жазып, басым деген шарадай, сосын жайлап сіздің қасыңызға бардым, ұстаз мен де что-то миыма қонбай жатыр. Бәрін түсініп жатырмын, орысша не істеп жатыр. Демал деді ғой, демал бар, қалай не істесене демал деп. 5 күн демалдым, енді қайтадан келіп жатырмын ғой. Баламда келіп жатырмын, биыл 2-ші жыл, что-то түсінбеушілік пайда болып жатыр. Қалғаны бәрі жақсы.
Алла разы болсын. Ұстаз, сіз бір құшақтап қойыңыз. Осы кезде Елмира бармайын дейді, мен айтамын ғой. Жүрші, барайын. Жолын бәрін төлеп беремін деп Елмираға төлеп алып қойдым. 8-ліктің щедрый душасы ғой ол. Аман болайық. Мен бір ауыз айтып кетейін ұстазға. Осы бағанадан бері айтып жатыр ғой. Жоқ, осы Сюцайға қалай келген өзім. Мен деген ештеңкеге сенбейтін адаммын ғой негізі. Үштеген адам ештеңкеге сенбейтін, өзім білем дегенмен жүріп келе жатқан адам. Менде сонда 7-ші жылы бизнесім тоқтай бастады. Мен анализім жұмыс жасамай бастады. Миссия жақындады ма? Сонда қатты жаңағы не істеп жүрмін мен өмірде деген сұрақпен келген. Сол кезде осы бірінші Сюцай жайлы естіп, содан кейін ұстазды 1-2 видеосын көремін, субъектив, объектив шындыққа айтып жатады, эфирларын қараймын, бір сөзін түсінемін, бір сөзін түсінбеймін. Бірақ жаңа сол кезде менің есімде, мен мамама бара жатқан кезде, именно мен бір мықты кісіге білім алуға бара жатырмын деп айтып кеткен әйтеуір. Мықты кісіге білім, келген соң жақсы болып келем деген. Сол айтқаным болды. Қазір мен сол айтып жатыр ғой, бағанан бері ұланадыл деп. Мен де тегімді алдым. 2 жылдың ішінде мен өзімнің әкемнің тегін алдым. Жаңа бірлік едім, мен құжат бойынша үштік болдым таза. Содан ұстаздың бір эфирінде қарап отқан кезде жанат деп айтсаң менің энергиям жүреді дейді. Сонда мен енді не Құдайға сенбейтін, не адамға сенбейтін адам ғой, үштеген адам. Шын сондай ғой, шын деген үштік деген өз ақылымда жүретін адам. Қалай бұның энергиясы жүреді дейді. Содан кейін мен эфирлерімді жанат деп айта бастадым, ұстазым жанат деп айта бастадым. Содан бері мен халық тани бастады. Содан міне 2 жылдың ішінде менің өзімнің жетістігім. Қазір мен 360 мың оқырманым бар. Инстаграмда, тиктокта, Қазақстанның қай бұрышында болса да мені танып жатады бәрі. Қазақ тілінде именно Сюцай деп айта бастадым. Қорқыныш жоқ. Қашан мен ұстаздың атын айттым, болды, қорқыныш жоқ. Бүкіл мастерлар жасырып айтады. Айтқысы келмейді барған кезде. Мен қай жерде барғанмын, бұл білімнің бәрі мен ұстаздан алдым. Сөйтіп сіздің осы энергияңыздың арқасында жіберген, сіздің күшіңіздің арқасында осындай жағдай болды. Отбасымды жөндедім. Жаңа әйелім, екеуміз бірге келу керек болатынбыз. Стамбулға бірге билет алып қойғанбыз. Ол кезде бизнес бар, ақша бар. Ары-бер жолын алып қойғанбыз. Сол күйінде ниеті болмай қалды, барғым келмей қалды. Мен кейін бара салам деді. Мен өзім барып келдім. Сондай былтырдан осы 25-тен бастап мен оқығым келеді дегенді өзі айта бастады. Сөйтіп жүрген кезде мен өзім, онда мен саған ақша тауып берем, барып кел деп едім. Жоқ, мен өз ақшамды жинап барам деп жүрген кезде бір күні менің телефонымды қарап қалған ғой, сөйтсе жаңа ана тілінде чатта ұстаз мастерлардың әйеліне тегін сабақ беріп жатыр. Сонымен өстіп әйелім де келіп қалды. Сонда бұл нәрсе сенің өзің өзгерсең, әлем өзгереді. Өзіңнің ішің өзгерсе, жан-жағың өзгереді. Сөйтіп кез келген мастер осында келген кезде өзін іздеп келді деп ойлаймын. Өздеріңді тауып, кім екендеріңді тауып. Сондықтан қашанда мен атын айтып жүрмін, ұстазым деп, қай жерде болсын. Сол бір өзімнің шынайы рахметімді айтайын деп. Менің атымды айтатын шеберлер практически жоқ. Күнде айтады ғой, еще ана сіз бір шалбар подарок етіпсіз ғой, соны бүйтіп қойып қойды, маған ұстазым берейін. Жоқ, ол үйде айтады ғой. Инстаграмда, көшеде менің есімімді айтып қиын. Инстаграмда айтып мен қорқпаймын, енді осындай айта бер. Сіз енді үлкен жасқа келгеннен кейін Сондықтан мен оны кейін түсінгенім, қазақта сөз бар, тірсіздің пірі шайтан дейді. Ұстаздың атын айтып бассаң, энергия жүрмейді. Көпшіліктер өзінің білімім деп айтады. Жаңағы өзім үйрендім деп талай психологтардың айтып жүргенін көрдім. Сондықтан сізге басым иіп рахметімді айтамын. Ұстазымды ұялмай айта алатын адам. Басқа мен ешкімді мойындамайтын адаммын. Мен бірінші рет ұстазымды мойындағанмын. Еврейлерді мойындатты ғой ұстаз. Немістер мойындады ғой. Қазақтың бағына аман жүріңіз. Алла ғұмыр берсін, деніңіз сау болсын. Ұстаз бата берсе. Енді біз 31 күні Қазақстанда сабақ бастаймыз. 31-і? 31-і, иә. Ода бизнес тренинг басталады 31 күні. Осы қазір қай ай? Қаңтар, иә? Қаңтардың 31 күні Астанада 2 күндік бизнес тренинг өтеді. Сіз боласыз ба? Жоқ, мен болмаймын, балалар болады.
Иә, 2 күндік. Негізгі тақырып Иә, бизнес тренинг өтеді. Иә, сондай бизнес тренингтер енді жұма сайын өтіп отырады Қазақстанда. Иә, біз енді мына МФЦ-да зарегистрированымыз ғой біз, официальный. Енді Қазақстанда тренингтер болады, 2000-нан 10.000 долларға дейін. Тренингтер болады, 2000-нан 10.000 долларға. Енді қазір 2 күндік тренинг 2000 доллар болады. Содан басталады. Енді тренингтердің бәрі қымбат болады. Себебі білімнің бәрі бизнеске аударылған. Ол уже қымбат тренингтер болады. Бизнеске бәрі реттелген, бәрі бизнеске. Солай, сөйтіп біз бастаймыз Қазақстанда жұмыс. Мына инкогнито дейді, инкогнито деген ана қазақша қалай болады инкогнито? Жасырын оқу. Кейбір адамдар оқығысы келеді, маған көп жазады, бірақ менің есіміммен болған қысылады ғой. Иә, көрінбей. Жанат деген оларға қауіп сияқты көрінеді. Мен қауіпті адам болып сезінеді. Сол үшін осы оқып жатқан, осы сендер оқып жатқан білім Қазақстанда 10.000 доллар тайдың болады. Қазір 10 адам жазылып отыр, 10.000 доллардан. Сол инкогнито оқитын адамдар болады. Аты жөнін болмайды. Жабық оқу болады ғой? Жабық оқу болады. 2000 доллардан 10.000 долларға дейін. Ашық тренингтер болады. Кім қорықпайды, сол жерде балдар жүргізеді. Асыл бар, Сергей Теплых, Олег келеді, бизнес проектлар бар, бизнес тренингтер болады. Сол сендер базовый оқып жатқан оқу 10.000 инкогнито. Иә, жабық. Сонымен бағасы көтеріле береді. Мен ойлаймын, бір 40-50 мың долларға көтерілу керек. Қазақстанда. Болуды. Арттарынан адам жүрсе оқыталсын, оларды айтып жатыр ғой бәрі. Сол өздерің саналарыңа қабілетке байланысты ғой. Мен айтатынмын анама, мама мен мынаны істеймін десем, менің анам айтатын, балам бәріне қабілет біледі. Қабілетіңе байланысты. Сол үшін бәрі қабілеттеріңе байланысты. Сөз біреу, іс бөлек. Сөзі көп адам стажы жасайды. Сол үшін бәрі адамның қабілетіне байланысты. Сол үшін бізде франшиза деген бар ғой, мен бәрін франшизаға дайындап, франшиза деген білімімді институттарға сатам. 300 мың доллардан білімімнің бәрін Европаға дайындап жатырмыз, институттармен сөйлесіп, Америкаға, Европаға 300-400 мыңнан осы курстарды сатамыз, институттар сатып алып, соны дубайский офис бар, сонымен договор жасайды, Дубайға ақшаны аударады. Солай, франшиза орнады. Так что біз құнды бөлім алып жатырмыз. Иә, сіздер қазір енді тегін оқып жатсыздар. Солай. Ана құнды білмеген соң құндылықты несі болмайды, аталайды. Ценность болмайды, құндылық болмайды. Иә, бағасына байланысты. Біздің оқу әлемде ең қымбат болу керек. Ешқандай аналогы жоқ. Мен жаңағы россиялық психологтардың курсын өттім. Сені бүйтіп айтады, сенде мынандай примерно осындай болып жатқан шығар деп айтады. Бірақ мен именно Сөйтсайға келген кезде жаңағы өңкей психологиялардың жиынтығы бір психологиялық курстан келдім, Амир Жантастың курсынан келдім. Ол жерде барлық психология бар. Бірақ сол жерде маған именно дөп түскен Сөйтсай болды. Сол кезде ол жерде Сөйтсай деген бар, сана сан деген бар, миссия сан деген бар ғана біледі. Плюс минусы бар. Сонда мен қараймын да мынау мен жайлы ғой, мынау тура кім жазып қойған деймін ғой мына кітапта. Әйелімді қараймын, 4 менің әйелім. Плюс минусы тура келіп тұр. Мамамды қараймын, 1 плюс минусы тура келіп тұр.
сол жаңа бір айлық сол психологиялық курстан мен жаңағы іліп алған сөйтсай болды ғой. Өзінің үштегі қызым бар 6-лық. Бәрін тексеріп шықтым ғой жаңа отырып алдымда. Сен анализ жасайсың. Сөйтіп Астанаға ұшып бардым. Астанада 1000 теңгелік мастер-класс болды. Жанаргүл бар, Гүлмира Жанпейісі бар. Сол кезде мен сұрақ қойдың ғой сен. 90 000 теңгеге билет алып самолетпен 1000 теңгелік мастер-класс. Мен деген ұшпын ғой, өмір оқымағанмын ғой. Мен бәрін білемін деп жүре бергем. Мастер-класс десе бірдеңке береді екен, бір диплом бірдеңке береді екен деп барып алғанмын 1000 теңгеге. Сөйтіп Астанаға 1000 теңгелік мастер-классқа бірінші рет мастер-классқа бардым. Мен де жазамын, помните? Семейде болды. Семейге өскеменнен күйеуіме кеттік. Оны сіз келеді деп жүрміз ғой. Сізбен бірақ видеомен сөйлестік қой. Кеттік. Көруім керек, жаңа ұстаз көруім керек деп алып. Нақ айтады. Сөйтсай сияқты нақ айтатын ғылым жоқ. Тура мынау сен осындайсың деп ешкім айта алған жоқ. Бір адам айтамын. Айтамын. Мына ілім Алладан, иә? Ілім Алладан, дұрыс па? Ілім. Ам. Мына білім. Ам. Ғылым. Амды білмеген? Дымды да білмейді. Дымды да білмейді. Біздің ата бабаларымыз бәрі айтып. Бәрі айтылған. Бұл сөйтсай деген бұл аты ғана. Өңгөстің бәрі менің тегімнің білімі. Менің ұстазымның тегімнің білімі. Түсіндіңіздер ме? Бұл ілім. Бұл маған ұстазым аударған, мен өзіні заңдастырып, өзі ол оқумен түскен нәрсе келіп тұрады. Бір нәрсені мен бір жерден бір кітап оқып, бір жерде үйренген нәрсе емес пе? Барып бір жерде кітап оқымайтын адам. Ол өзі келіп отырып, бәрін ауыстыру. Бұл ілім. Ал енді ілімді білімге ауыстыру керек. Мына білім. Білімге ауыстыру үшін ілімді ғылымға ауыстыру керек. Ғылым деген сөз заңдастыру деген сөз. Түсіндіңіздер ме? То есть бұны ғылым деген заңдастыру, сверхобъектив дейді. Заңдастыру. То есть осының бәрін мен мұнда аударып заңдастырдым. Бәрі заң. Мен заңсыз жүрмейтін адам. Бәрін заңдастырған соң кейін рұқсатын, білім беретін адамға. Рұқсатсыз білімді, сенде білім болса, сен рұқсатсыз білім бере алмайсың. Түсіндіңдер ме? Сол үшін мына білімді рұқсатпен білімге ауыстырып, қазір сіздерге мен білім беріп жүрмін. Түсіндіңіздер ме? Осыған маған 12 жыл өмірім. Осы істеп бәрін зерттеу үшін 12 жыл уақытым. Бүгінге бәрін бітіріп, енді бұл мынау базовый дейміз, проф дейміз, коуч дейміз ғой. Енді мына базовый профтан кейін мынандай уже жүре береді. Нелер. Иә, ораторский искусство, васту шастра дейді, бұл компаспен энергияны түсіну. Иә, сол энергиямен қалай жұмыс істеу керек. Үйімді қалай салу керек. Үй салуға дейін расчеттер бар. Содан кейін дене тәртіп, правильный питание, сана тәртіп деген не бар? Но коуч қой. Сол тәртіпке жетті. Содан кейін искусственный интеллект оқытамыз. Содан тағы бір екі курс бар. Где-то 10 программа бар. Дайындап жатыр. Енді адам баласы базаны оқып, профты оқыған соң кейін уже мына курс де емес, бұл профильдар. Сол профильдарға уже кім өзіне не таңдайды, соны кете береді. Ол үшін профты бітіру керек. Центр біздікі тренинг центр. Бұл головной біздікі Дубайда тұр. И одан басқа 4 филиал бар. Біреуі Астанада, біреуі осы Қырғызстанда, біреуі Өзбекстанда, біреуі Россияда. 4. Енді қазір біз Астанадан бастаймыз да, қазір осындай тренингтерді жүргізе бастаймыз. Тренинг центрлер. Сол жұмасына бірлес адам набираться етеді. Сол Астананы қазір жасаған соң кейін Қырғызстанға көшіп, соны Қырғызстанда копировать етеміз, соны Өзбекстанда копировать етеміз, соны Россияда копировать етеміз.
сөзі бұл тренинг центр полностью официально жұмыс жасай береді. Например, Астанада бізде тұр, например, Дубайда боламыз. Дубайдан кейін Астана, Қырғызстан, Өзбекстан и Россия тұр. Енді мына тренинг центрлардың бәрі істей береді. Енді ең мықтысы бізде Астанада закреплен. Бұл международный уровень под британской юрисдикции находится. То есть бұл Қазақстанда налоговая служба емес, бұл Минфинға тікелей бағынады. МФЦ-да тұрған Минфинға бағынады. Ол жай органдарға бағынбайды бұл жерде. Бұл экономический система. Бұны қазір біздің президент, бұл қазір СНГ-да тұрма, біздің президент бұны қазір мына Юго-Восточный Азияда полностью Юго-Восточный Азияны мына Қытай біріктірсек деп отыр ғой. Сонда уже мына МФЦ-ны қазір біздің президент әлем Қытайда болғанда айтты ғой. Мына МФЦ-ны уже площадка дайын. Новый не надо создавать. Юго-Восточный Азияны қосып біріктірсе, онда мына площадка дайын. Ондай болған кезде, онда біз мына счетқа, Қазақстандағы счетқа барып біз любой компанияға біз консультация жүргенбіз, консалтинг. Любой біздің документіміз национальный компанияларға жүргізетін документіміз. Международный национальный компанияларға біз жүргізетін құқығымыз көп. Управление персоналом и иные другие образования. Біз сабақ жүргізетін бізде информационный бизнес. Сол кезде біз любой национальный компанияға жүргізсек, скажем, мынау Кореяде деп айтайық, сонда мына ақша айланып келеді, Қазақстанның шөпте түседі. Ата беріңізші. Я Құдайым қолдасын, ешшамасы болмасын. Ауыз болайым, аншадан раджем мерімді Алламышке берген ғайыптан оқуымды бастайым. Ұстазым бақыт мерімді Алланың атымен бастайым. Я Алла, я Рахман, я Рахима Джапар, я Хана, я Мана, я Керим, я Ахмед, я Стафролла, я Стафролла. Я мерімді Аллама соқындыған ұстазырған бақтың өмір маржандай Алла Тағала қабыл алды. Я Құдайым Аллахан жаған азаматтардың Аллах Тағаланың етін қабілет. Істеген сынауыл көңілдері тоқыл, Аллахандары береке байлыққа толсын. Елімізге тыныштық, баршамызға амандық. Аллах Тағала тілегімізді орындай берсін. Бұның бәрі стратегия дейсіз. Жабасаңыз. Жалақы